Татьяна Леонова 1960 жылы Өскемен қаласында дүниеге келген. Ол құрылыс жол институтының түлегі. Қазіргі уақытта суретші фактуралық кескіндеме атты авторлық жобамен жұмыс жасайды. Татьяна Леонова сәулетші, дизайнерші ретінде өсімдік әлемінен игілікті идеялар алады. Ол өсімдік әлемінің құрылысын, әрбір бөлшектерін зерттеп, мамыр айынан бастап қыркүйек айына дейін идеяларын іске асыру үшін мол өнім жинайды. Суретші нақтылықтың үзіндісін көрсету үшін флористика мен коллаждың элементтерін аэрография және кескіндемемен үйлестіріп, аралас техникада туындыларын нәзік етіп жасайды. Ақ альбом атты сериядағы натюрморт қағазбен еркін құлау, қызыл гүл натюрморттары өте мәнерлі. Бейнесі жалпылама берілген бірнеше ыдыстардан жасалған туындының құрылымы нақты, көлемді, түсінікті көрсетілген. Жеңіл текстураның арқасында автор мөлдір түстес қызғалдақтар шығармасына мөлдірлік пен нәзіктілікті сездірген. Едеш шығармасындағы ашық фон гүлдердің сүйкімділігі мен әсемділігін жеткізуге және сұлулық пен тартымдылықтың жоғарғы дәрежесінде көрсетуге мүмкіндік береді. Өмірге сұлулық сезімін әкелетін жұмыстар кеңсе мен пәтер интерьеріне әсемдік беретіні түсінікті.